Hemen jogalda. Bәрі көрінді. Қосылды ма? Зумыз? Нормально. Видеокамера қосылды ма? Да, вот. Зумға қосылған адамды іздеуге қашамыз. Зумға қосылған адам жоқ екен. Мен, может, кейін тағы қосылып қалуы мүмкін ғой. Видеокамера қосылса, онда мына қатысушыларды тіркеу басталса жүргізе берсін, жайлап келген азаматтарды. Тағы да саламатсыздар. Мынау ашық жиналыстар нысанында қоғамдық тыңдау өткіземіз. Қоғамдық тыңдаудың тақырыбы 2026-2035 жылдарға Қазавгаз аймақ акционерлік қоғамының Шымкент өндірістік филиалына арналған рұқсат етілген шығындар нормативтерінің жобасы. Мынау қоғамдық тыңдаудың ережесіне сәйкес мен төрағалық жасаймын бүгін. Менің есімім Оралбек Тимур Құрбанұлы, Шымкент қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасының бас маманы, экология бөлімінің бас маманы. Сондай-ақ ережеге сәйкес хатшы сайлап алуымыз керек. Кімде қандай ұсыныс бар? Қолдаймыз ба? Регламентке сәйкес баяндамашыға 15 минут. Баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескертулер мен ұсыныстары тыңдалады. Сұрақ жауаптарға 1-2 минут жетеді ма деп ойлаймын мен. Онда баяндамашыға сөз берейік. Кете беріңіз. Ассалаумағалейкум. Құрметті бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушы азаматтар, азаматшалар. Менің фамилиям Боранбаев. Осы экология саласында жұмыс істегеніме 30 жылдай болып қалды. Проект жасаймыз. Қасымда 4-5 шәкірттерім бар, бәріміз. Мына сіздердің Шымкенттің өндірістік филиалының бір алла қалап біздер тендерді ұтып алдық. Сонымен міне бүгін жүздесіп отырмыз. Бұл жұмысты бізде ең басты специализміміз Сұлтанбек деген жігітіміз бар. Сол жасап жатыр. Мына атмосфера қабатынан шығатын зиянды заттар қалдықтарды сол есептеп жатыр. Сосын мына тұрмыстық қалдықтар, тағы өнеркәсіптік қалдықтар жөнінен біздің Еркебұлан деген специализміміз бар. Сол жасап жатыр. Тағы екі қыздарымыз бар, көмекші. Сол бәріміз жасап жатырмыз. Ал енді біздің слайды кішкене доклад жасап едік, соны оқып берейін мен. Мінекей тақырыбы қоғам тыңдаудың. Шымкент өндірістік филиалының 26-35 жылдарға арналған рұқсат етілген шығарындылар нормативтер жобасы бойынша ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдауымыз. Келесі слайдты қарайық. Мұнда бұл қоғамдық тыңдаудың негіздері жазылған. Қандай экологиялық кодекстің баптарына сәйкес бұл жүргізіліп жатыр. Осындай қоғамдық тыңдаулар мына жерде. Мына проектіні біздер экспертизаға бергенде қазіргі заң талабы бойынша, мына статьялар бойынша біздер обязательно түрде осындай қоғамдық тыңдау өткізуіміз керек. Өткізіп, осының қорытындысын сол эксперт мырзаларға жібереміз. Ол кісілер қарап, содан кейін біздерге қорытындысын береді. Ол мына көптен бері жұмыс істеп жатырмын дедім ғой экология саласында. Бұрын мұндай жоқ еді. Тек үлкен бір значимый экологиялық объектілерге болатын еді осындай қоғамдық тыңдаулар. Мысалы, үлкен бір заводтар салынып жатса қаланың ішіне, или санитарный аймағы кіріп кететін, қалаға зардабы тиетін, сондайларды қарап, үлкен эксперттер заключение беретін еді. Қазір таңда енді заңның талабы өзгеріп жатыр. Жылда қаланың ішінде кішкентай бір мекемелер ашылған сайын бір зиянды қалдықтар шығып жатыр, адамдардың демалуы нашарлап жатыр. Сондықтан көптеген организацияларға осындай талаптар қойылды.
бұл талаптарды орындау үшін енді біздің елде мына экология кодекстің 12-ші бабы бар. Сонда жазылған жаңағы экологиялық зиянды әсері бар мекемелер бақылау үшін 4 категорияға бөлінген мекемелер. Мына үлкен заводтар, жаңағы мұнай шығып жатқан кен орындар, олар бірінші категорияға жатады. Ол жерде енді олай орысша айтқанда значимый воздействиесі бар мекемелер олар. Сіздердікі ондайға жатпайды, бірінші категорияға. Сіздерге екінші категорияға жатады. Умеренный, шамалап әсері болуы мүмкін дегендей, сонда екінші категорияға жатады. Қалған үшінші категория, төртінші категориялы олар енді незначительный, біреу минимальный деген. Оларды қазір көп қарамайды. Өйткені жаңа экологиялық кодекстің талабы бойынша ол мекемелерге тіпті рұқсат алудың қажет жоқ болды. Зардабы сезілмейді. Сіздердікі сонымен екінші категорияға жатқызып қойған. Өйткені сіздерде ең основной производстводағы сіздерде ешқандай зиян жоқ. Тек қана продовольственный работалар кезінде выбростар болады. Сол жөнінен болмаса сіздерде тіпті үшінші категорияға жатқызып разрешение алудың қажет жоқ болып қалар еді. Сонымен осындай екінші санаттағы мекеме болып тұрсыздар, соған осындай рұқсат алу үшін осындай қоғамдық тыңдау өткізіп жатырмыз. Келесі слайдты қойып жіберіңізші. Мінекейіңіз, сіздердің бұл жобаны әзірлеу негізі неге байланысты болды? Бұл қолданыстағы сіздерде қазір действующий проектіңіз бар ғой, соған тағы да жаңа объекттер қосылып жатыр, жаңа модернизация жұмыстар жасалып жатыр, строительный участоктерін қосылып жатыр, тағы бір газопроводтарды қосып жатыр, сол үшін өзгеріп тұру керек. Бірақ менің ойымша сіздердің мекемелеріңіз көп өзгеріске ұшырайтын мекеме. Жылда тағы да бір строительный объекттер қосылады. Енді халық өсіп жатыр, қала өсіп жатыр, сондықтан сіздерге жылда проект жасау керек негізінде қарағанда. Бірақ енді біздер средний значениемен осылай 35 жылға дейін алып беріп жатырмыз. Өйткені экология кодекстің талабы бойынша 10 жылға дейін рұқсат алып беру керек. Болды. Бұрын деген көп сондай бір не шыққан. Сол кезде халық неге жылда істете береміз деген үлкен организацияның қызметкерлері жазып, содан кейін енді 10 жылға алып берейік, средниймен ала берейік деп осылай есептеп отырмыз міне. 10 жылға деп есепте міне. Бұл жерде сіздердің жаңа айтып отырмын ғой. Мына Интергаз орталық Азияның объектілерін алғансыздар. Сосын жұмысшылар саны көбейді. Сондықтан байланысты тұрмыстық қалдықтар көбейеді, тағы басқалар көбейеді. Сондықтан сіздің проекттеріңізді қайтадан жаңалап жатырмыз. Келесі слайдты қарап берейік. Бұл жаңа әзірлеу негізі қандай талаптарға сәйкес? Мына экологиялық кодекстің талаптарына сәйкес, сосын мына санитарлық нормалар бойынша осындай проекттер жасап жатырмыз, осы талаптар бойынша. Біздер жаңағы эмиссияны есептеу үшін қазір мына 21 жылы 10 наурызда 63 жылғы жаңа қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін айқындау әдістемесі берілді. Сол бойынша жүргізіледі барлық расчеттар. Келесі слайд көрейік. Оператор туралы жалпы мәліметтер. Оператор туралы жалпы мәліметтерді қарағанымызда сіздердің мекемелеріңіздің мынау жұмыс бағыттарыңыз. Сіздердің ең басты мақсаттарыңыз газды тұтынушыларға таратып беру. Міне сол мақсатта сіздер осындай жұмыстар жасап жатсыздар. Жаңадан салынған қаланың бір учаскелеріне газопровод тартып бересіздер. Ол жерге жаңа ГРП, ШРП, ПГБ саласыздар. Сөйтіп таратып осы бересіз, осы жұмыстар жасап жатсыздар сіздер. Келесі. Енді сіздердегі мына газопровод барлық қаланың аумағында орналасқан. Оны бөліп жаруға болмайды, бүкіл осы қаланы қамтып жатсыздар сіздер. Үлкен объект сіздер. Сіздердегі ең осы атмосфералық ауаға шығатын зиянды заттарды қандай объекттер шығарады десе, мына жылыту қазандықтары. Сіздер мына
административный центрдегі мына жердегі котелдарыңыз бар, ана недегі бар, лабораториядағы бар, тағы АБС-тегі бар, сондай. Сонан кейін енді ол жерде газ коммунальный назначение жағылады сіздерде. Таза, ең таза отын газ деген негізінде. Сіздерде Бұқара, көмір емес, Бұқара Уралдан келіп жатқан газопроводтан алып жатқан газ. Тіпті таза. Көптеген мына Астана жақтағы мекемелер соған талпынып, соған мероприятие жасап сөйтіп жатыр. Сіздерде бәрі бар, Құдайға шүкір, тамаша болып жатыр. Таза отын ол газ деген. Сосын сіздерде екінші нысан, оны дәнекерлі сварочный жұмыстар. Мына сіздердің қосалқы, мына газды айдау кезіндегі көптеген құбырларды жөндеу жұмыстары, соған осындай дәнекерлеу жұмыстары керек болады. Сварочный работалар, кесу, жаңағы газбен кесу, осветление генератормен кесу, тағы да сондай. Содан кейін міне ең основной мына газ тарату қондырғыларын қысымда түсіру үшін свеч арқылы атмосфера продукты жасауларыңыз. Ең басты осы. Енді бұл жерде жазып қойыпты мына жерге. Бөледі метан, этантиол и күкірт сутек дейді. Мына сіздердің газдардың компонент составын қарап отырмыз. Онда мына газ коммунальный назначение деген бар. Сонда мына Совет үкіметінің жатқан методикаларда 20 миллиграмм метр кубический составында сероводород болса, ол допустимый деген. Сонымен пайдалана беруге болады деген. Сіздерде 4-ақ миллиграмм. Сондықтан бұдан жазудың да қажет жоқ еді негізінде. Бірақ енді сіздердің бұрынғы жобаларыңызда бәрінде осылай көрсетілген екен. Сосын біз ертең эксперттен сұрақ болып шығар, неге сендер тастап кеттіңдер оны деп. Сондықтан біз оны қалдырдық. Болды. Солай келе жатырмыз. Келесі слайдты қарап жіберейік. Мына өткенде біз инвентаризация жасадық, сол кезде барған объекттеріміз көрдік. Мына ПГБ-лар қандай болады, міне сол жерде ғана кішкентай трубалар тұрған, свеча рассеивание жаңағы. Осы арқылы продукты жасаймыз. Жалпы түрі бұның. Келесі слайдты қарап жіберейік. Мынау сіздің административный корпустардың орналасқан жері, мына жерде Темірланск шоссені көрсетілген, әкімшілік ғимаратының орналасуы ситуационный пландағы көрсетілген. Келесі слайдты қарайық. Енді міне сіздердегі ең басты нысандар мына 64 көзі анықталған екен. Жаңа зиянды заттар шығаратын. Мысалы мына дымовой трубасы, котелдардың, ПГБ-дағы котелдардыңыз, тағы басқа жаңа продукшный свечаларыңыз бәрін қосқанда. Сосын 3 көз ұйымдастырылмаған екен. Бұл ұйымдастырылмаған деген мына сварочный жұмыстар жасап жатқанда мына жерде участокте, ол жерде ешқандай ұйымдастырылмаған, әр жерде істей береді ғой, сондықтан ұйымдастырылмаған деп аталады. Ал специальный бір труба арқылы шығатын болса, оны ұйымдастырылған көздер деп аталады. Зиянды заттар шығарады. Сонымен сіздердің мекемеде 14 түрлі ластаушы заттар шығарылады деген атмосфераға. Газ жаққанда, продукты жасағанда, сварка жасағанда, кескенде, тағы басқа сияқты. Сонымен сіздерде біздің барлық атмосфера қабатына шығарылатын заттың, зиянды заттардың шығындылары 2200 тонна болып тұр. 2200 тонна болғанда бұл қалай болды? Бәрін қарасақ, оның 95% метан. Метанның өзі былай қарасаң таза газ ол. Оның ПДК-сы 50 миллиграмм на метр кубический. Метанды тіпті оны алып пайдалануға да болады еді. Сондықтан енді шығып жатыр. Бұл зиянды зат деп аталмайды, парниковый газ негізінде. Ол парниковый газға жатады. Біздің ол келешек енді онан да нормировать етіп жатырмыз. Біздің президентіміз барып, Киотский протоколға, тағы басқаларға қол қойып жатыр. Қазір Парижский соглашение деген шықты. Соған парниковый газды азайтып, климаттың потепление азайту үшін. Енді қазір бәрі қолға алып жатыр. Сосын атомный энергетикаға көшеміз деп жатқанымыз бәрі содан. Сіздерде парниковый газ сонымен 2200 тонна болып тұр. Келешек онда енді азайтуға тырмысу керек.
жаңа технологиялар шығатын болса, Иә. азайтамыз ғой. Енді мына жер бетінде концентрация деген жаңағы сіздің қазандықтардан дымовой трубалардан шыққан грамм секундтарды біздер мындай методика бар, Logos Plus-тың шығарған. Соны бағалайтын комплекс программа, соған салып, есептеп қарадық. Ол қарағанда мен басынан ақ айттым, ол жерде расчет жасаудың қажеті жоқ депті бұл мекемеге. Өйткені ол жерге түспей ақ уже таралып кетеді ауада, ешқандай зиян жоқ сіздің мекеменің. Сол кете берейік. Мынау жаңағы көздердің орналасуы, қай жерде сварочный пост тұр, ана место нелері тұр, анау котелдар тұр точкамен. Иә. Олардың ертең нөмірлерін бәрін жазып шығамыз. Келесі кете берейік. Міне, сіздердің результаттарыңыз таблица. Не шығып жатыр? Қараңызшы, метан 2191 тонна. Қалғандары 1 тоннаға да жетпейді. Сол метан сіздерде көтеп тұрған барлық. Соңына бұрсақ 2200, келесі бет ашыңызшы. 2200 тоннаның 2191-і метан болып тұр сіздерде. Ол грамм секунд. Бар алғанды. 1 секундта. Иә, секундта шығардыңдай нағлады соны. Келесі бетке. Енді қалдықтар. Қалдықтар жөнінен сіздерде тек тұрмыстық қалдықтар ғой шығады. Мына контордан, тағы басқа неден. Ал өнеркәсіп, енді производственный... Оны ұстамаймыз, не алмаймыз, сразу утилизацияға договормен беріп Жоқ, оны білемін. Сіздерде тұрмыстық қалдықтардан басқа өнеркәсіп қалдықтары деген болмау керек негізінде. Тек сварочный жұмыстар жасағанда, соның қалдықтары, электродтың қалдықтары, жаңа красочный, покрасочный жұмыстар жасағанда, тарылардың қалдықтары, сондайлы қалдықтар. Оны производство деп айтуға да жарамайды негізінде. Производство деген кәдімгі газопровод айдап жатқанда, газ айдап жатсыздар, сіздер соның ішінде қалған шламдар, бірдеңелер болса, соны производство айту керек негізінде. Бірақ енді мынаны осылай қосықты енді бола берсін енді. Дұрыс емес енді. Бұл біздің методикалар әлі жетілмеген көбісі әлі. Мысалы Белоруссияда, Украинада оларда ұнағылмай, тек производство чистый сіздің технология бойынша сол жерде айналады. Мысалы мұнай месторождениелерінде шламбы, амбарлар, шламдар мұнайды бөліп атқан сондай бар. Бұларда тұрмыстық қалдықтарға жатқызып жіберуге болар еді, өйткені бұл қосалқы жұмыстардан шығып тұр сіздерде. Тұрмыз? Қосалқы жұмыстардан. А сіздерде газопроводта газды айдау үшін, жаңа газопроводтарыңыз, ПГВ-ларың целый сохранности болу үшін сіздерге обязательно қосалқы жұмыс болмаса болмайды. Оны сваркілеу керек, дағалау керек, ремонттау керек, сондай сол кезде шығады енді. Сондай жұмыстар арқылы шыққан мынау қалдықтар сіздерде. Ал жүре берейік келесі бетте. Қандай қалдықтар сөйледі жазғанымша? Абсорбенттер, сүзгілеу материалдары, жаңағы май сүзгілері, өзге де осыған ұқсас қалдықтар дейді. Сүртуге арналған маталар, қауіпті материалдармен ластанған қорғаныс киімдері, май сіңген шүберектер деген сияқты. Механикалық жаңағы құрамында қауіпті заттары бар шламдар, карбид кальций, жаңағы карбид кальциймен асилин кислородный смеспен металды резать еткенге сол кезде шығатын қалдықтарына кальций, карбид кальций. Сосын металлоломдар, дәнекерлеу жұмысына. Бәрі сол дәнекерлеу. Қалғаны батарея, аккумулятор батарея, сіздің техникадан, неден шығатындар. Сосын кеңсе қалдықтары. Кеңсе қалдықтары ескірген компьютерлеріңіз, электрондық жабдықтар. Келесі жүріңіз. Келешекте енді ана карбидтен ацетиленге газға өтпекшіміз. Өтсеңізде тіпті ана қалдықтар болмайды. Тіпті солай жайлап зеленый развитие деп жатыр ғой қазір. Елімізде соған жетуіміз керек. Мінекей сіздердің қалдықтарды қай жерге қоятындарыңыз бәрі көрсетіліп тұр мына жерде. Соны қалдырып көрсеттік міне. Сіздердің барлық қалдықтарды специализированный мекемелерге тапсырады екенсіздер договормен. Сіздердің территорияң тек временный хранение болады мына жерде шамалы. Келесіге барайық. Мына жаңа қалдықтарды қоятын жерлеріңіз көрсетілген, площадка, ТВО, не дегендер. Келесіге барайық. Қоршаған ортаға әсерді азайту және бақылау дейді. Қоршаған ортаға азайту және бақылау үшін кәсіпорын бірқатар техникалық және ұйымдастырушылық
шараларды қарастырады. Мысалы, ұйымдастырылған шығарындылар көздерінің атмосфералық ауаны мониторинг жүргізу. Сіздер специализированный мекемелермен договорға отырып, ана мониторинг жасайды екен. Сол алып қарап тұрады. Біздің мына нормативный выбростан артып кетпеу үшін соны қадағалап тұрады. Оны содан кейін өндірістік тұтыну қалдықтарын уақытында жинап, есепке алып, кәдеге жаратып, болмайтындарын специализированный мекемелерге тапсыру. Келесі. Сонымен болды, сіздер су жөнінен ешқандай зиян жасап отқан жоқсыз. Суды тек аласыздар, болды. Су мекемесінен. Иә. Баяндама аяқталды. Кімде қандай ұсыныс, сұрақ бар баяндамаға байланысты? Айтыңыздар. Осы қауіпті заттарды как могут... Аты жөніңізді таныстырып. Менің атым Кумана Рушан болады. Сізге сұрақ қойғым келеді. Осы қауіпті заттарды сіздер кейін қалай утилизировать етесіздер? Яғни соны кейін компьютер образа можно ли использовать, переиспользовать? Сондай. Өте жақсы. Біздер жаңа айтып отырмыз ғой. Бұл мекеме барлық шыққан қалдықтарды специализированный мекемелерге тапсырады. Бұл мекеме ең басты мақсаты газды тұрғындарға беру жұмысы. Басқа қалдықтармен айналысатын мекеме емес бұл. Аналарға бергеннен кейін сол специализированный мекемелердің өздерінің программасы болу керек. Оны қалай утилизировать етеді? Олар тағы басқа біреуге бере ма? Оны енді полигонға барып, пока жинап, бір технология шыққанша соны күте ма? Олардың программасына болады. Өздерінде олар. Біз договормен тапсырамыз. Ол үшін сіздер ақша төлеп отырсыздар. Сол. Тағы да кімде қандай сұрақ бар? Бұл зумда отқан азаматтар бар шығар. Зумда жоқ па деймін? Зумда жоқ. Ешкім осындағы ма? Осылған кісі бар, бір кісі. Ол өздеріңізден... Сіз мекеменің азаматтар? Онда... Да, у меня тоже есть. Но это, наверное, к филиалу вопрос больше. Какие загрязняющие вещества вообще филиал выбрасывает в атмосферу? И как влияет оно на здоровье населения и вообще на окружающую среду? До этого сказали, то, что газ, допустим, это основное у нас вещество, это метан. Он всего составляет, то есть 4 миллиграмма там, из допустимых 20. То есть это сероводород жөнін айттым. Сероводород. Метан деген 50 миллиграмм метр кубический бір куб неде. Оның вообще не влияет ни на что. Влияет он. Сгорает. Объясняли же, чтобы... То есть это парниковый газ. Да, парниковый эффект составляет. Для потепления климата это. Ну, парниковый, это и машины. Да. Рахмет. Тағы да кімде қандай сұрақ бар? Какие технологии производства являются основными источниками загрязнения воздуха? Это плановые работы по, допустим, техническому обслуживанию. При техническом обслуживании мы выполняем продувочные работы, то есть освобождаем оборудование от газа. Соответственно, вот только из-за этого у нас выбросы идут. Да. И плюс еще у нас есть свои котельные, которые для отопления, то есть мы используем, соответственно, от котлов. Да. Сіз ремонт барысында сонда басын жабасыз, аяғын жабасыз, ортасында жібересіз, өрте жібересіз ба? Жоқ. Шығарып жібересіз. Травливать ету. Соны айтып жатсыз ғой сіздер. Ремонт барысында қалып қояды ғой. И то мынандай ғой, біз бір шетін жапқан кезде тұтынушылар көбісін тұтынады, ал қалғаны уже бармайтыны. Ол шығады ол. Решетчики. То жұмыстарында бізде плановый ғой, графикпен жаңағы бәрі не қылған, бекітілген. Ол жұмыстар негізінде экологический жатпайды. Ол технологический выбростар ол. Технология байланысты. Ондай абсолютно 100% ешқандай выброс жасамайды технология әлі не придумал человечество. Сондықтан амал жоқ. Сіздердікі таза газ. Қарамасақ, ол да болмайды. Иә, ол болмайды. Ол өткені под давлением тұрған нелер болады, газопроводтар.
соны шығарып жіберіп исправлять. Это залповый выброс тез, мгновенный. Он постоянно шығып тұрмайды ол. Какой-то секунд, 15 секунд, 20 секунд. Жауып тастайды. Потом ол источника нет. қосылмайды бәрі. Иә. Біреу бүгін, ертең. Иә, бір ертең ана районда, мына районда. Иә. Иә. Бірдестен. Сондықтан біздер мына расчет рассеянияға ана ПГВ-да тағы басқа жақты қосқан жоқпыз. Өйткені ол деген мгновенный болады. 15 секунд все закрывается. Потом ол источник исчезает. Через год тағы бола ма, болмай ма, кім біледі оны? Вот солай. Онда қорытындылаймыз ба? Қорытынды. Мына бүгінгі қоғам тыңдауда айтылған ұсыныс пікірлер сұрақтар бәрі хаттамаға енгізілсін. Мына тиісті жергілікті өзіміздің экологиялық порталда жарияланатын болады. Одан кейін мына видеокамераға түсіп жатқан YouTube каналында жарияланатын болады. Егер тағы да көргім келеді, немесе қалып кетті десеңіз, қайталап көруге болады. Онда қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймыз. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет сізге.